Сәлеметсіз бе, құрметті ата-аналар. Бізге іш қатуы секілді мәселелермен аналар жиі хабарласады. Егер сіздің балаңыздың іші қататын болса, не істеуге болады? Әрбір бала бір рет болса да мұндай мәселеге тап болады. Балалардың іш қатуының кең таралған себептері аз қозғалатын өмір салты, ағзадағы сұйықтықтың тапшылығы, тамақтану тәртібінің дұрыс болмауы, үнемі бірдей тамақ жеу, дәрумендердің жетіспеушілігі, антибиотиктермен емделгеннен соң ішек дисбактериозы. Өз бетіңізбен іш айдайтын дәрілерді балаларға беруге тыйым салынады. Олар газдың шамадан тыс түзілуіне әкеледі. Жиі клизма жасайтын болсаңыз, қарапайым жолмен дәретті шығаруға қиындатып жіберуі мүмкін. Мұндай жағдайда біз 100% табиғи дорамарин дәрумендер кешенін ұсынамыз. Ол тек ішекті тазалауға ғана көмектесіп қоймайды, сонымен бірге іш қатуын болдырмайды, оның табиғи микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Толығырақ іш қатуы кезінде дорамарин қалай әсер ететіні туралы біздің мамандардан біле аласыздар. Дорамарин барлық клиникалық зерттеулерден өткенін және Қазақ тағамтану академиясымен ұсынылғанын атап өткім келеді. Ал сіз балаңызға қалай көмектессем екен деп әлі ойланып жүрсіз бе?